Бірінші, егер көлігіңіздің фарлары сарғайып бұлдыраған болса, тіс пастасы сізге көмекке келеді. Ол үшін бізге керегі марлі мен паста ғана. Фарға 10-15 см пастаны жағып, қолыңызбен айналма қозғалыспен уқалаңыз. Круговое движение. 5 минут уқалайсыз, таза сумен жуасыз, қарайсыз. Керек болса 2-3 рет қайталайсыз. Екінші, терезеде наклейканың ізі немесе клейі қалып қойған болса, пастаны жағып қойыңыз терезеге, кепкесін құрғақ марлемен сүртіп аласыз. Үшінші, терезелері буланбасын десеңіз. Ол үшін пастаны терезеге жағып қоясыз. Паста кепкеннен кейін құрғақ қағаз салфеткамен сүртіп алыңыз. Суретте мысал келтірілген. Терезенің сол жағына паста жағылған жоқ, ештеңе жағылған жоқ, оң жағына паста жағылды. Көріп тұрғандай, пастаның пайдасы зор. Достар, бұл видео сіздерге пайдалы болды десеңіз, лайк басып қолдау көрсетіп жүріңіздер. Рахмет.